Қайырлы күн, барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айының келуімен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз бен құлшылықтарыңыз қабыл болып, жүздеріңіздегі нұр, жүректеріңіздегі иман арта берсін деп тілеймін. Осы қасиетті Рамазан айында бір-біріне ұқсамайтын 30 түрлі мәзірді ұсынғым келіп тұр. Яғни 30 түрлі ыстық тағам, 30 түрлі тәтті бәліш, 30 түрлі салатты рецептермен бөлісетін боламын. Арнама жазылып, менімен бірге болыңыздар. Ауызашарымыздың бірінші мәзірінде ыстық бауырсақ, палау қазымен, ачучек салаты және де тәтті бәлішіміз бар мейізбен. Бауырсақтан бастайық. Жылы суымызға бір қасық ашытқымызды салып бетін жауып қоямыз. Одан кейін жылы суымызды құйып, тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз керегінше. Барлық ингредиенттерді мен описаниеда жазып қоятын боламын. Ашытқымызды салып, керегінше ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр болуы тиіс. Ұнымызды жақсылап араластырып болған соң, үстіне сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін бауырсағымызды бетін жауып, 30-40 минутқа қойып қоямыз. Бауырсағымыз ашығанша тәтті пирогымызды пісіріп алайық. Ол үшін 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне құм шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Миксермен болса 2-3 минуттай тоқтаусыз араластырыңыз. Қолмен, венчикпен араластыратын болсаңыз 5 минуттай тоқтаусыз араластырып көріңіз. Масса үлкейген соң қаймағымызды салып араластырамыз. Одан кейін ұнымызды аламыз, үстіне ванилин және разрыхлитель, яғни қопсытқыш салып, өзара араластырып, ситадан өткізетін боламыз. Онымен қоса мейізімізді, жаңғағымызды, қоспасына не салғыңыз келеді, соларды салып, өзара араластырып жіберіңіз. Осымен біздің 180 градуста 30-40 минуттай пирогымыз пісіп шығады. Духовканы алдын ала қыздырып қойыңыз, 2-3 минут, 5 минуттай, сонда пирогымыз бірден әдемі көтерілетін болады. Мынау формамызға мен сары май кішкене жағып жібердім. Піскеннен кейін жабыспай толық алыну үшін. Бауырсағымыз ашып қалыпты, енді бауырсағымызды пісіріп аламыз. Мына жерден мен жайып жатқан кезде бауырсақ пісіретін ыдысымызға майымызды құйып, қыздырып қойып жатырмын. Майымыз қызғаннан кейін бауырсағымызды біртіндеп салып, қызартып, екі жағын пісіріп аламыз. Мінекей бауырсағымыз иісі бұрқырап, дәмі керемет болып шықты. Бауырсағымызды пісіріп қойып, енді осы табаға майын азайтып, ыстық тағам палауды пісіретін боламыз. Керегінше майды құйдым, үстіне үлкендеу пиязды турап, жақсылап қуырып аламыз. Қызарғанша қуырамыз. Пиязымыз қызарып қуырылған соң, үстіне етімізді, қазымызды салып, жақсылап сөйлеп кеткенше қуырамыз. Мұнда пирогымыз пісіп, әбден суығаннан кейін формадан шығарамыз. Астына абайлаңыздар, кішкене шет жағын осылай пышақпен алып жатсаңыздар, оңай алынады. Енді толық суығаннан кейін бетіне сахарный пудраны осылай ситадан өткізіп себеміз. Өте әдемі көрінеді. Сеппей қойсаңыздар да болады, сепсеңіздер одан да дәмді әдемі көрінетін болады. Пирогымыз дайын, мінекей. Қараңыздар, жұмсақ, керемет болып піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тамағымызды көрейік, сөлі тартылып, енді үстіне туралған сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз, 10-15 минуттай сәбізіп, жұмсарып піскенше бетін жауып қоямыз. Мінекей 10-15 минут өткеннен кейін сәбізіміз жұмсарған, енді үстіне ыстық су құятын боламыз. Қанша кесе күріш салатын болсаңыз, сонша кесе ыстық су құйыңыз. Мысалға менде 3 кесе күріш саламын, соған 3 кесе ыстық су құйдым.
кішкене қайнатып астын басып қоямыз. Енді дәміне қарай тұзын және де мезімізді, зирамызды қосып аламыз. Бұл аралықта күрішімізді жақсылап жуып, суға салып қойыңыздар. Тағы да 10-15 минутқа жай отта бұқтырамыз. Етіміз піскенше салат дайындап тастайық. Ачучук салатына бізге пияз бен помидор ғана керек. Өте жіңішкелеп және ұзынша етіп тураймыз. Пиязымыз да ұзынша етіп, өте жұқа етіп турап шығамыз. Үстіне дәміне қарай тұзымызды және қара бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Негізі қызыл болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей салатымыз дайын. Етіміз кішкене пісіңкіреді. Енді үстіне күрішімізді саламыз. Таза жуылған және суда кішкене тұрған күрішімізді салып шығамыз. Бетін толықтай жайып шығыңыздар бетіне. Содан кейін үстіне, егер суыңыз үстіне күріштің бетіне шығып тұратын болса, су құймай-ақ қойыңыз. Бетіне шықпаса, онда кішкене бетінде суы тұратындай етіп, ыстық суды құйып шығыңыздар. 5-10 минут өткен соң суы тартыла бастағанда бетіндегі күріштерді араластырып жіберемін. Піспей қалмас үшін тағы да бетін толықтай жауып қоямыз. Ортасына чеснок салдым. Өте керемет дәм береді. Чеснокты көбірек салсаңыздар болады. Мен күріштің бетін тарелкамен жауып барып қақпағын жаптым. Неліктен? Өйткені буы қатты шығып кетпес үшін. Күрішіміз өте дәмді болып шықты. Қараңыздар, керемет болып пісті, шашылып, жабыспай. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Бетіне етімізді турап, үстіне көк пияз, укроп сеуіп әрлесеңіздер болады. Ауызашарымыздың бірінші менюі дайын. Ыстық тағамға палау, тәтті бәлішіміз және салатқа ачучук салаты және ыстық бауырсағымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Комментарийға қандай тағам, қандай салаттың, қандай тәттінің түрін пісіруге болады жаза кетіңіз. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.